Меніңше, құстардың ішіндегі ең көп тарағаны шағала сияқты. Шағала жайында естімеген жан кемде кем шығар. Себебі шағала көзге алыстан түседі. Тұрпаты да ерекше. Бірақ олардың түрі өте көп. Мысалы, біздің Қазақстанның өзінде 14 түрі бар. Ал мен шағала тек теңіздердің жағасын мекендейтін шығар деп жүрмін ғой. Шағала судың, яғни өзендер мен көлдердің маңында мекендейді. Сонда ұшып кеткендері қайда барады? Басқа құстар сияқты олар да оңтүстікке қарай ұшады. Су қатпайтын жылы жерлерге барады. Себебі оларға балық аулау үшін ашық су керек. Міне, қарашы, шағалалар Жетісуға наурыз айында жусан шығысымен қайтып келген. Қарабас өгіз шағала және көл шағаласы деп аталатын 3 түрі жемін бірге аулап жүр. Шағалалар ұясын қайда, қалай салады? Мысалы, көл шағаласы ұясын көбіне қамыстардың арасына салады. Бірақ басқа шағалалар сияқты ашық жерде жұмыртқалауы да мүмкін. Шағаланың ұясы да, жұмыртқасы да балшықшы құстікіне ұқсайды. Себебі екеуінің арғы тұқымы бір. Иә, маған балшықшы құс туралы айтып бергенсің. Сонда шағаланың жұмыртқасы да тарғыл болады екен ғой? Жас шағала да ересектеріне ұқсай ма? Түрі ұқсайды, бірақ қауырсынының түсі басқа. Олардың есеюіне бірнеше жыл керек. Тағы бір байқағаным, шағаланың басы жазда қара болады да, күзде ағарады. Я, олардың жүні түлейді. Көктемде бастары қайтадан қараяды. Табиғаттың жұмбақ сыры өте көп екен. Қайда саған рахмет, соның бәрін маған айтып беріп жүрсің.